Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әл-Бақара сүресі 2-ші жүз 203-ші. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Санаулы күнде Алланы зікір етіңдер. Сонда кінәдан сақтанған кісіге минадағы ғибадатты асығып 2 күнде бітірсе оқасы жоқ. Біреу кешіксе де кінә жоқ. Алладан қорқыңдар, әрі негізінде Аллаға қайтарылатындықтарыңды біліңдер. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: адамдардан кейбіреулерінің дүние тіршілігіндегі сөзі өзіңді таңырқатады да Алланы жүрегіндегісіне айғақ қылады. Ол өте сотқар қаскүнем. Қашан беті бұрылса жер жүзінде сотқарлық істеуге, сондай-ақ егінді, малды жоқ етуге тырысады. Алла жауыздықты жақсы көрмейді. Ал қашан оған Алладан қорық делінсе, оның паңдығы ұстап өзін күнәһар етеді. Оған тозақ жетеді, нендей жаман орын. Адамдардан Алланың ризалығын іздеп жанын сататындар да бар. Алла Тағала құлдарына тым жұмсақ. Әй мүміндер, исламға бүтіндей кіріңдер, шайтанның ізіне ермеңдер, өйткені ол сендерге ашық дұшпан. Сендерге ашық дәлелдер келгеннен кейін жолдан тайсаңдар, біліңдер, Алла тым үстем хикмет иесі. Олар исламға толық кірмегендер, бұлттың көлеңкесінде Алла және періштелер келіп, істің бітіп кетуін ғана күтеме, істер Аллаға қайтады. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: Израиль ұрпақтарынан сұра, оларға қаншалаған ашық мұғжизалар келтірдік. Кім өзіне Алланың нығметі келгеннен кейін өзгертсе, күдіксіз Алла қатты азап иесі. Сондай кәпір болғандарға дүние тіршілігі әдемі көрінді де мұсылмандарды тәлкек қылады. Негізінде тақуалар қиямет күнінде олардан үстем болады, және Алла қалағанын есепсіз ризыққа бөлейді. Адам баласы бірақ үммет еді. Сонда Алла қуандырушы, қорқытушы пайғамбарлар жіберді. Адамдардың араларындағы талас нәрселерге үкім ету үшін олармен бір хақ кітап жіберді. Сол кітап берілгендер ашық дәлел келгеннен кейін араларындағы кекшілдіктен ғана қайшылыққа түсті. Сонда Алла иман келтіргендерді олар тартысқан шындыққа өз ұйғаруымен жеткізді. Алла қалағанын даңғыл жолға салады. Мұсылмандар, сендерге бұрынғы өткендердің басына келген сияқты жағдай келмей жәннатқа кірулеріңді ойладыңдар ма? Оларға ашаршылық, ауру, науқас келді. Сондай-ақ пайғамбар және онымен бірге иман келтіргендер бізге Алланың жәрдемі қашан болар екен дегенге дейін қиыншылықта тербетілді. Естеріңде болсын, негізінен Алланың жәрдемі жақын. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: олар сенен Алла жолында не беретіндіктерін сұрайды. Нендей қайыр сарып қылсаңдар, әке-шеше, жақындар, жетімдер, міскіндер және жолда қалғандар үшін қайырдан не істесеңдер, күдіксіз Алла оны біледі де. Әй мүміндер, сендерге сүйкімсіз болса да соғыс парыз қылынды. Бір жек көрген нәрселерінің сендер үшін қайырлы болуы мүмкін, және жақсы көрген нәрселерінің сендерге жаман болуы да мүмкін. Алла Тағала біледі, сендер білмейсіңдер. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: олар сенен құрметті айда соғысудан сұрайды. Оларға: ол айда соғысу зор күнә. Дегенмен Алланың жолынан тыю, оған қарсы келу, мешіт харамнан тыю және оның тұрғындарын шығару Алла Тағаланың қасында тағы зор күнә де. Сондай-ақ жауыздық, кісі өлтіруден де зор. Егер олардың шамалары келсе, сендерді діндеріңнен қайтарғанға дейін өздеріңмен соғысуды үзбейді. Сендерден кім діннен қайтып, ол кәпір күйінде өлсе, олардың амалдары дүние, ақыретте де жойылып, және олар тозақтық болып, олар онда мәңгі қалады. Шынайы иман келтіргендер, ауа көшкендер және Алла жолында соғысқандар, міне солар Алланың рахметін үміт етеді. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: олар сенен арақтан, құмардан сұрайды. Оларға екеуінде де зор күнә бар. Адамға пайдасы бола тұра пайдасынан көрі күнәсі зорырақ де. Ал және сенен Алла жолында не беретіндіктерін сұрайды. Артығы беріледі де. Алла Тағала сендер түсіндер деп аяттарын өстіп баян етеді. Дүние ақыретте ойланыңдар. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: олар сенен жетімдердің жайынан сұрайды. Оларға жетімдерді түзету жақсы, тіпті оларды қосып алсаңдар, сонда олар туыстарың. Бөтендігі жоқ. Алла Тағала бұзушыны түзеушіден айырып біледі. Алла қаласа әлбетте сендерді зорлар еді де, шын мәнінде Алла өте үстем хикмет иесі. Мүшрик қатындармен олар иман келтіргенге дейін үйленбеңдер.
азат мүшрік қатыннан мүмін күң артық. Егер сендерді қызықтырса да және иман келтіргенге дейін мүшрік ерге мүмін әйелдерді де үйлендірмеңдер. Егер олар сендерді қызықтырса да мүшрік азат ерден мүмін құл артық. Олар тозаққа шақырады да Алла өз ұйғаруымен жәннатқа шақырады. Сондай-ақ адамдар үгіт алсын деп аяттарын баян етеді. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: олар сенен етеккір жайынан сұрайды. Оларға ол жиренішті нәрсе. Етеккір кезінде әйелдерден аулақ болыңдар. Оларға тазарғанға дейін жақындаспаңдар. Қашан олар нақ тазарса, оларға Алланың өздеріңе бұйырған жерінен жақындасыңдар де. Шәксіз Алла тәубе етушілерді жақсы көреді, әрі таза болушыларды да жақсы көреді. Өйткені әйелдерің егіндіктеріңе қалай қаласаңдар келіңдер. Алдын ала өздерің үшін қамданыңдар. Сондай-ақ Алладан қорқыңдар да негізінен Аллаға қауышатындықтарыңды біліңдер. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мүміндерді қуандар. Алла деген анттарыңды жақсылық істемеулеріңе, сақсынбауларыңа және адамдардың арасын жарастырмауларыңа бөгет қылмаңдар. Алланың атымен бұндай ант етілген жағдайда кәфәрат беріп бұзу керек. Алла Тағала әр нәрсені естуші, білуші. Алла анттарыңдағы бос сөзді тергемейді, алайда жүректерің істегенді есепке алады. Ойламай ауызша еткен ант есеп емес. Алла аса жарылқаушы, ерекше жұмсақ. Әйеліне жақындаспауға ант еткендер 4 ай күтеді. Егер 4 ай ішінде кәпарат төлеп анттарын бұзса, шәксіз Алла Тағала аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. Егер олар талақ ниет етсе, 4 айға дейін антын бұзбаса, талақ болады. Расында Алла әр нәрсені естуші, білуші. Талақ болған әйелдер 3 етеккір мерзімі күтеді. Оларға жатырларындағы Алланың жаратқанын жасырулары дұрыс емес. Егер олар Аллаға ақырет күніне сенетін болса, бұл жерде егер жарасуды қаласа, әйелдерін қайта алуға өз ерлері лайығырақ. Ерлердің әйелдердегі хақтары сияқты, әйелдердің де ерлерде белгілі хақтары бар. Әйелдерден көрі ерлердің дәрежесі артық. Аллах Тағала өте ұстам, хикмет иесі. Талақ 2 рет. Сонда не туралықпен ұстау немесе жақсылықпен ажырасу керек. Қайталай беру дұрыс емес. Оларға бергендеріңнен еш нәрсе алуларың халал емес. Бірақ екеуі де Алланың шегін орындай алмаудан, бірге жасай алмаудан қорықса, және сендерде екеуінің Алланың шегін орындай алмауынан қауіп қылсаңдар, ол уақытта әйелдің еріне бодау беруінде екеуінде де күнә жоқ. Міне осы Алланың шегі, сонда одан өтпеңдер. Ал кім Алланың шегінен өтсе, міне солар залымдар. 2-ден кейін әйелін мүлде ажыратса, бұдан кейін оған ол басқа ерге тимейінше халал болмайды. Егер оны ол екінші ер талақ қылса, екеуі де Алланың шегін орындаймыз деп ойласа, қайта табысуларында күнә жоқ. Бұл білген елге Алланың баян еткен шектері. Қашан әйелдерді талақ қылсаңдар да, олардың ғиддаты жетсе, сонда оларды туралықпен ұстаңдар, немесе оларды дұрыстықпен бір жола ажыратыңдар. Оларды зиян салып қанау үшін ұстамаңдар. Кім осыны істесе, рас өзіне зұлымдық қылған болады. Алланың аяттарын мазақ қылмаңдар және Алланың өздеріңе берген нығметін, әрі сендерді насихаттау үшін түсірген кітапты, хикметті, Құранды, сүннетті түсініңдер. Сондай-ақ Алладан қорқыңдар да күдіксіз Алланың әр нәрсені толық білетіндігін біліңдер. Қашан әйелдерді талақ қылсаңдар, ғиддаты бітсе, өз ерімен ризаласып үйленуін тоспаңдар. Немесе өзара ризаласқан біреумен үйленуін тоспаңдар. Бұл сендерден Аллаға, ақырет күніне иман келтіргендерге берілген насихат. Бұл сендер үшін тым таза, өте пәк. Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Емізуді тәмамдағысы келген кісі үшін аналар, балаларын толық 2 жыл емізеді. Ананың тиісті қорегі мен киімі баланың әкесіне міндет. Әркімге шамасы келетін ғана жүктеледі. Ана баласы арқылы, әрі әке де баласы үшін зиянға ұшыратылмайды. Сондай-ақ мұрагерге де сол сияқты. Бала емізушінің тиісті хақысы төленеді. Егер әке шеше ризалықпен кеңесіп, омыраудан айыруды қаласа, сонда екеуіне де күнә жоқ. Ал егер балаларыңды бөгде әйелге емізгілерің келсе,
хақысын жақсылап тапсырсаңдар, сендерге күнә жоқ. Алладан қорқыңдар да біліңдер. Расында Алла істегендеріңді толық көруші. Сендерден қайтыс болып, артында қалдырған әйелдердің өздері 4 ай 10 күн ғиддат күтеді. Әрқашан олардың белгілі ғиддаты бітсе, олардың өздеріне байланысты істеген істерін, үйлену үшін киініп түзелуінің сендерге жауапкерлігі жоқ. Алла не істегендерінен толық хабар алушы. Ал бұндай ғиддат ішіндегі әйелдерге үйленуді жақауратып ескертулеріңде немесе іштеріңде сақтауларыңда бір сөгіс жоқ. Алла Тағала негізінен сендердің оларды еске алатындықтарыңды біледі. Бірақ олармен жасырын уәде байласпаңдар. Әрине олармен әдеттегі сөз сөйлесу басқа. Ғиддаты жетпейінше неке байлауды ойламаңдар. Расында Алланың жүректеріңдегіні білетіндігін біліңдер. Сонда одан именіңдер әрі біліңдер. Алла Тағала тым жарылқаушы, ерекше мұлайым. Сендер әйелдерді жақындасудан, қалың тоқтасудан бұрын талақ қылсаңдар, сөгіс жоқ. Сонда оларды шамалы өз жағдайынша, нашар өз халынша дұрыстықпен пайдаландырыңдар. Бұл жақсылық істеушілерге бір борыш. Егер оларға қалың тоқтасып, жақындасудан бұрын талақ қылсаңдар, онда тоқтасқан қалыңның жартысы оларға тән. Бірақ әйел кешсе немесе некенің түйіні қолындағы ер кеңшілік етсе, тұтас берсе, ол басқа. Кеңшілік етулерің тақуалыққа жақынырақ. Сондай-ақ араларында кешірімділікті ұмытпаңдар. Шәксіз Аллах Тағала не істегендеріңді толық көруші. Намаздарға, сондай-ақ орта намазға сақтық істеңдер. Аллаға бойұсынған түрде тұрыңдар. Ал егер қауіп-қатерде болсаңдар, жаяу немесе көлікте бет алған жаққа ишарамен оқыңдар. Қашан бейбіт болсаңдар, сендерге білмегендеріңді үйреткеніндей Аллах Тағаланы зікір етіңдер. Қайтыс болып әйелдер қалдыратыңдар. Әйелдерің 1 жылға дейін үйлерінен шығарылмай қамдалуларын өсиет етсін. Егер өздері шығып, олардың өздеріне байланысты дұрыс істеулерінде сендерге бір жауапкершілік жоқ. Алла Тағала аса үстем хикмет иесі. Ал ажыратылған әйелдердің де тиісті қамдалулары тақуалар үшін бір міндет. Алла Тағала түсінулерің үшін сендерге аяттарын осылайша баян етеді. 242 аяттың соңы.